Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Күзембаева Орынгүл Қуантқанқызы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қожабақы ауылындағы номері 25 мектептің биология пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен талдайтынымыз PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясындағы оқушылардың биология пәнінен PISA тапсырмаларын орындау. Вакцинация тарихы. Мэри Монтегю өте сұлу әйел болған. 1715 жылы ол шешек ауруынан аман қалған. Бірақ оның денесінде тыртықтар қалды. 1717 жылы Мэри Түркияда тұрған кезде тұрғылықты жерде қолданған егу әдісін бақылады. Бұл әдістің мәні жас адамдардың денесіне сызат жасау арқылы шешек ауруының жеңіл түрінің вирусын енгізу болатын. Кейін бұл адамдар шешек ауруымен ауырды. Бірақ ауру жеңіл түрде өткен. Мэри Монтегю егудің қауіпсіздігіне толық сенімді болып, өзінің ұлы мен қызына егу жасатқызады. 1796 жылы Эдуард Дженнер егу жасау арқылы шешек ауруына қарсы антиденелер түзу үшін сиыр шешегін қолданды. Сиыр шешегінен алынған егудің артықшылығы оның кері әсері аз және егуден кейін басқа адамдарға жұқтырмаған. Бұл әдісті вакцинация деп атады. Сұрақ: адамдарға вакцинацияны қандай ауру түрлеріне қарсы жасауға болады? А. Тұқым қуалайтын ауруларға, мысалға гемофилия. В. Вирус арқылы жұғатын ауруларға, мысалға полиомиелит. С. Организмнің қызметін бұзатын ауруларға, мысалға диабет. Д. Кез келген емделмейтін ауруларға. Дұрыс жауап В. Вирус арқылы жұғатын ауруларға, мысалға полиомиелит. Келесі сұрақ: егер адамдар немесе жануарлар бактериялар арқылы берілетін жұқпалы аурулармен ауырған болса, әдетте жазылғаннан кейін ауруды туғызған бактериялар бұл аурудың ағзада қайта жүруін болдырмайды. Бұл құбылыстың себебі неде? А. Ағза ауруға себеп болатын барлық бактерияларды жояды. В. Ағза бактериялардың көбеюін болдырмайтын антидене өндіреді. С. Қанның қызыл түйіршіктері сол аурудың себебі болатын бактерияларды жояды. Д. Қанның қызыл түйіршіктері бактерияларды жойып, ағзадан шығарады. Дұрыс жауап В. Ағза бактериялардың көбеюін болдырмайтын антидене өндіреді. Келесі сұрақ: қандай себептерге байланысты балалар мен егде адамдарға тұмауға қарсы егу жасауға кеңес береді? Бір себебін жазыңыз. Басқа адамдармен салыстырғанда жас балалар мен егде адамдардың иммундық жүйесі әлсіз. Үлгі жауап: бұл адамдардың ауруға қарсы тұру қабілеті төмен. Жас және егде адамдарды басқалармен салыстырғанда ауруды еңсеру қиын. Олар тұмауды тез жұқтырады. Егер олар тұмаумен ауырса, оның салдары ауыр болады. Жас және егде адамдардың организмі әлде қайда әлсіз. Егде адамдар жиі ауырады. Назарларыңызға рахмет.